Біз Әл-Фараби атындағы кітапхананың ақпараттық қызмет басқармасы Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай челленджімізді бастаймыз. Әрбір азат елдің өзінің тәуелсіздігін білдіретін басты белгілері болады. Солардың бірі мемлекеттік рәміздер. 1992 жылы 4 маусымда егемен еліміз Қазақстан республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін білдіретін, паш ететін нышандар. Тәуелсіздігіміздің нышандарын көздің қарашығындай сақтауымыз қажет. Еліміздің әрбір азаматы Қазақстан туын, елтаңбасын, әнұранын құрметтеуге міндетті. Өйткені олар халқымыздың мақтанышы. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, елдің дастаны еліне қарашы. Елден елдеген даңқымыз шықты ғой, намысын елдеген қазағымыз ғой. Елім, елім, гүлім болып егілемін, жырым болып көремін менің, туған жерім менің, Қазақстаным. Ұрпаққа жол ашқан кең байтақ жерім бар, бірлігі жарасқан тәуелсіз елім бар. Басталған уақыттың мәңгілік досындай, біздің ел бақытты, біздің ел осындай. Елім, елім, гүлім болып егілемін, жырым болып көремін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Осы челленджімізді абонемент қызметкерлеріне Жолдаймыз.